бір парақ қағазды алыңыз да сіз туралы ата-анаңыз айтқан келеңсіздіктердің тізімін жасаңыз. Қаз қалпында еске түсіру үшін ең аз дегенде жарты сағат керек. Олар ақша туралы не айтты? Олар сіздің денеңіз туралы не айтты? Адамдар арасындағы қарым-қатынастар мен махаббат туралы ше? Сіздің қабілетіңіз туралы ше? Егер қолыңыздан келсе тізімге әділдікпен қараңыз және өзіңізге, маған бұл ойлар қайдан келген деп айтыңыз. Таза парақ алайық та, одан әрі аздап жүрейік. Тағы кімнен сіз үнемі теріс пікір естідіңіз? Туыстардан, мұғалімдерден, достардан, билікке иелік етушілерден. Бәрін жазыңыз. Бұның бәрін жазған кезде байқаңыз, сіз өзіңізді қалай сезінесіз. Сіздің қолыңызбен жазылған 2 парақ қағаз, бұл сіз тез арада құтылуға тиіс ойлар. Бұл сізге өмір сүруге кедергі жасап жүрген ойлардың дәл өзі.